Қайырлы таң оқушылар, математика пәнінен сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы фигуралар салу, теңізге саяхат. Сабағымыздың мақсаты фигураның белгісіз қабырғасын оның периметрімен белгілі қабырғалары арқылы табу. Бүгінгі сабақтағы сіздердің үйренетін мақсаттарыңыз менімен бірге қайталаңыздар. Мен бүгінгі сабақта торкөз қағазға фигуралар салуды үйренемін. Ендеше балалар, теңізге саяхат жасайық. Ол бізді өзінің қашықтығы мен тереңдігінің құпиясымен таң қалдырады. Адам баласы барлық теңіздер мен мұхиттарды жоғары және төмен жүзіп, олардың тереңіне еніп, су астындағы әлемді зерттеді. Бірақ оның барлық құпияларын аша алмады. Ғаламшардың 71%-ын су құрайды. Балдырлардан көкиттерге дейінгі барлық теңіз тұрғындарының биомассасы планетадағы тірі организмнің 90%-ын қамтиды. Кез келген теңіз әлемі әдемілік пен қайталанбас құндылықтарға тұнып тұр. Ал сол табиғаттың берген байлығын сақтап қалу біздің, яғни адамдардың міндеті. Алайда жыл сайын теңіз айдынына 8 тонна метрикалық қоқыс құрлықтан еніп жатыр. Бұл әрине ғаламдық проблемалардың қатарында. Сондықтан қоқыстарды тиісті орындарына салып, пластикалық өңдеуге жіберу экономикаға да тиімді. Сондай-ақ теңіздер мен мұхиттардың ластанбауын алдын алады. Теңіздегі тұз мөлшері мұхиттармен салыстырғанда өзгеріп отырады. Тұздылығы климаттың ерекшелігіне, теңізге құятын суларының химиялық құрамына да байланысты ауытқымалы келеді. Мысалы, Қызыл теңіз ыстық және құрғақ климатта орналасқан. Теңіз бен дүниежүзілік мұхит арасындағы су айырбасы нашар. Сондықтан Қызыл теңіздің тұздылығы 42%. Қара теңізде су балансы шамамен тепе-тең, тұздылығы небәрі 18%. Ал Өлі теңіз 300-350% бен әлемдегі ең тұзды деп саналады. Балық, моллюска мен балдыр секілді тіршілік иелері мұндай көлемдегі тұзды көтере алмайды. Теңізге түскен балықтар сол сәтте-ақ өледі екен. Осы минералдың себебінен сіз судың бетіне еш қиналмай газет оқып жата бере аласыз. Сол үшін болар, туристер осы бір тылсым күшті көруге ағыла келеді. Балалар, видеороликті қарап болсақ, ендеше тапсырмалар орындауды бастайық. Бірінші, есепке назар аударамыз. Теңіз мекендеушілеріне қара. Торкөз бойынша суреттерді қалай салуға болатынын айт. Сурет салуды нүктеден баста және әрбір қадамыңды жаз. Балалар, бірінші суретке қарайықшы. Бұл не деп ойлайсыздар? Иә, бұл суасты тасбақасы екен, иә? Ал келесі екінші суреттегі не деп ойлайсыздар? Және үшінші суреттегіші? Бұл суреттердегі суасты мекендеушілерінің атауларын маған аудиозаписпен айтып жіберіңіздер. Балалар, нүктеден бастағанда, мысалы, бұлай айта отырып, жаза отырып орындауға болады екен. Мысалы, екі торкөз, нүктеден екі торкөз жоғары қарай сыз. Одан кейін сол жерден, сол жақтан оңға қарай тағы да екі торкөз сыз. Одан кейін жоғарыдан төмен қарай 4 торкөз сыз деп ары қарай айта отырып, осындай торкөздер арқылы әртүрлі жануарларды, су астын мекендейтін мекендеушілерді, кез келген заттарды торкөздерге бейнелеуге болады екен. Балалар, бірінші есепке өздеріңе ұнайтын
кез келген бір жануарды немесе жәндікті немесе су асты мекендеушілерін осылайша салып маған бірінші есепті орындап жіберіңіздер. Келесі екінші есеп. Екінші есепте А нұсқасында шаршылардың периметрін тап. А нұсқасына қараймыз. Ал шаршылардың қабырғасы 6 сантиметр екен. Ал оның периметрін табуымыз керек. Бұл шаршының периметрін табу үшін балалар, мына формулаларды қолдануларыңызға болады. Периметр тең А көбейтілген 4, немесе периметр тең А қосылған А қосылған А қосылған А, яғни А-ны 4 рет қосу формуласын қолдансаңыздар болады. Мысалға, А нұсқасында 6 сантиметр көбейтілген 4 сантиметр 24 сантиметрге тең. Келесі Ә нұсқасын. Ә нұсқасында шаршылардың қабырғасын тап дейді. Балалар, бұл жерде керісінше периметрі берілген, ал қабырғалары белгісіз. Сондықтан біз керісінше амалды орындағанда бөлу амалы немесе азайту амалы арқылы орындаймыз. Ендеше 16 сантиметрді 4 сантиметрге бөлетін болсақ, бізде қабырғасы 4-ке тең екен. Сонда шаршының әрбір қабырғасы 4 сантиметрге тең екен Ә нұсқасында. Дәл осылай Ә, Б нұсқаларын өздерің жалғастырып жазыңдар. Келесі үшінші есепке назар аударамыз. Қайықтың желкені А, Б, С, Д төртбұрыш пішініне ие. А, Б қабырғасының ұзындығы 6 метр. Б, С қабырғасының ұзындығы А, Б қабырғасынан 3 метр ұзын дейді балалар. Көріп тұрсыздар ғой, А, Б қабырғасына қарағанда 3 метр ұзын. Ал С, Д қабырғасының ұзындығы Б, С қабырғасынан 4 метр қысқа дейді. Ал бірақ А, Д қабырғасынан 1 метр ұзын дейді. Қайық желкенінің периметрін табуымыз керек. Енді бұл жерде бізде А, Б қабырғасы белгілі, ол 6 сантиметр. Енді біз Б, С қабырғасын тауып алайық. А, Б қабырғасынан Б, С қабырғасы 3 сантиметрге ұзын болса, яғни біз А, Б қабырғасына 3 метрді қосамыз. Сонда 6 метр мен 3 метрдің қосындысы 9 метрге тең екен. Келесі С, Д қабырғасының қабырғасы Б, С қабырғасына қарағанда 4 метр қысқа дейді балалар. Ендеше біз бұл жерде Б, С қабырғасы 9 метр, 9 метрден 4 метрді азайтамыз. Сонда бізде 5 метр болады екен. Енді А, Д қабырғасы осы С, Д қабырғасы А, Д қабырғасына қарағанда 1 метр ұзын дейді. Демек біз 5 метрден 1 метрді азайтамыз. Сонда бізде 4 метр қалады. Енді балалар, сіздер барлық қабырғаларының ұзындықтарын қосып, периметрін өздерің таба қойыңдар. Келесі 4-ші есеп. Қабырғаларының ұзындығы берілгеннен 3 сантиметр артық фигуралар сызып, олардың периметрін табыңдар дейді. Мысалы, 4 сантиметр болса, оған тағы да 3 сантиметр қосамыз. Ал 2 сантиметрге тағы да 3 сантиметр қосамыз. Сонда 4 сантиметр мен 3 сантиметрдің қосындысының мәні 7 сантиметрге тең. Ал 2 сантиметр мен 3 сантиметрдің қосындысының мәні 5 сантиметрге тең. Енді барлығының периметрін табу қалды. Дәл осылай бұл есепті де орындаймыз. Балалар, үй жұмысына 5-ші
есепті аламыз. Ағаштың ұзындығы 20 метр. Онымен жұлдызқұрт өрмелеп барады. Ол күндіз 5 метр жоғары өрмелесе, ал түнде 4 метр төмен түседі екен. Сонда жұлдызқұрт ағаштың басына қанша уақытта жетеді? Жауабын жазып есепті шығарамыз. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет.